Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Ажар. Бүгінгі видео інжу арпа туралы болады. Інжу арпа кебек немесе сыртқы қабықтан тазартылған арпа. Бүгінгі таңда інжу арпа әрбір адамның диетасының ажырамас бөлігі. Бұл астықтың артықшылықтары ежелден бері айтылып келеді. Бірақ шынымен де солай ма? Бұл өнімнің пайдалы қасиеттері мен зияндылығы туралы әрі қарай видеода айтылады. Інжу арпаны көп адам жей бермейді. Осы видеоны көргеннен кейін сіз арпаны жиірек жейтін боласыз. Арпаның бағасы арзан, ал пайдасы өте көп. Мен сіздерге арпадан қайнатпа, ботқаны қалай дұрыс дайындау керектігін, сонымен қатар дәмді арпа дайындау бойынша түрлі рецептілер көрсетемін. Әдеттегідей видеоның соңында қарсы көрсеткіштер туралы айтамын. Видеома лайк басып, арнама жазылып, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Менің мақсатым шілденің соңына дейін 100 000 жазылушыға қол жеткізу. Сондықтан маған көмектеріңіз қажет. Көп рахмет. Інжу арпа бұл арпаны өңдеуден алынған өнім. Жалпы айтқанда тазартылған арпа. Арпа витаминдерге, минералдарға бай. Ол иммунитетті жақсы сақтауға көмектеседі. Құрамында селеннің көп болуына байланысты қабынуға қарсы әсері бар. Арпада сонымен қатар ішектің жұмысын жақсартуға көмектесетін талшықтың көп мөлшері бар. Арпаны дайындамас бұрын оны 10 сағат бойы суға салып қою керек. Мен мұны әдетте түнде жатар кезінде жасаймын. Бірақ алдымен су бұлтты болмас үшін оны бірнеше рет жақсылап шайып алу қажет. Осылайша артық крахмалды кетіреміз. Інжу арпаны неге суда жібіту керек? Хитин қышқылын кетіру үшін. Ол кальций сияқты маңызды минералдардың сіңуіне кедергі келтіреді. Сонымен қатар арпа аз калориялы болады. 10 сағат суда тұрғаннан кейін перловка жұмсарып тұрады да, кейін ол тез піседі. Осындай бір кесе перловканы кастрюльге саламыз да көп су құямыз. Бір стақан перловкаға 3 стақан су қажет. Сонымен қатар бұл жарма холестерин деңгейін төмендетуге және оны шығаруға көмектеседі. Өйткені оның құрамында бета-глюкан бар. Сонымен қатар жүрек денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Мен оны отқа қойып қайнатамын. Қайнағаннан кейін 5 минут пісіріп, осы суды төгіп тастаймын да, бұл су бізге қажет емес. Содан кейін мен оны жаңа сумен тағы да толтырып, алдында 1,5 литр су құйсам, қазір енді көбірек 2 литр шамасында су құйып қайтадан қайнатамын. 20-25 минут тұрса болады. Тұз қоспаймыз, себебі бізге перловкадан қайнатпа керек. Осымен қайнатпамызда перловкамызда дайын болды. Оның құрамында темір, кальций, магний, селен, мыс, йод, фосфор, В, А, Е, Д, H витаминдері және терімізге өте қажет ПП дәрумендері бар. Сондай-ақ өт тасын ерітуге және бүйректегі тасты шығаруға да көмектесетін кремний қышқылы бар. Бұл қайнатпа ағзаны нығайтып, жөтелге, тұмауға қарсы қолданылады. Ас қабылдау алдында 50 мл жылы күйінде ішу қажет. Інжу арпаның калория мөлшері өте жоғары, өнімнің 100 грамына 320 калорий бар. Күнде жеуге кеңес бермеймін, себебі калория өте көп. Аптасына 2-3 рет жеп тұрсаңыздар жетеді. Сковородкаға кішкене май құйып, 4 жарты сарымсақ салып қуырамын. Сарымсақты алып тастап, дайын болған перловкамызды саламыз. Інжу арпамыз енді барлығымыз перловка деп айтып үйренгенбіз. Қандағы қант мөлшерін азайтуға көмектеседі және сүйектің беріктігін қолдайды. Перловкаға бір піскен қызылшаны ұнтақтағыштан өткіземіз. Тұз қосып 5 минут пісіреміз. Інжу арпаның құрамы ақуызды құруға арналған материал болып табылатын маңызды амин қышқылы лизиннің көп мөлшерін қамтиды. Лизин жалпы денсаулықты жақсартады, депрессияға көмектеседі және вирустарға қарсы тиімді. Бүкіл денені және бет терісін жасартады. Мен аптасына 2 рет таңертең перловкадан каша жасап жеймін және балаларыма да жасап беремін. Әсіресе балалар мен жас өспірімдерге келгенде інжу арпа өте пайдалы. Ол қарқынды өсу кезінде құрамында Е витаминінің көп болғандығына байланысты денеге оң әсер етеді. Баланы емізу кезінде арпа анаға да балаға да пайдалы. Біріншіден босанғаннан кейін денені қалпына келтіреді, екіншіден сүтті құнды заттармен қанықтырады. Мұндай кашаны босанғаннан соң 2 айдан кейін жей бастауға болады. Кішкентай кезімізден бері жаз мезгілінде апам үнемі ашымық көже жасап, тоңазытқышқа салып қоятын. Ол үшін әдеттегідей 10 сағат тұрған інжу арпамызды жарты сағат қайнатып, тұз қосып, кішкене суығаннан кейін айран қосып араластырып қоямыз.
Бұл дәндерде маңызды дәрумендер, минералдар және антиоксиданттар, сондай-ақ талшықтар жоғары, сондықтан олар қандағы қант пен инсулин деңгейін төмендете алады. Сонымен қатар, оның төмен гликемиялық индексі бар. Арпа ішектің кейбір ауруларының белгілерін жеңілдетеді және пайдалы ішек бактерияларын арттырады. Ал енді бетке керемет маска дайындаймыз. Біраз қасық перловканы кофе ұнтақтағышынан ұнтақтаймыз. Қайнаған су құйып, ботқа болғанша араластырамыз. Бұл масканы тек қана бетке ғана емес, көз қабағына да жағуға болады. Ватный дискке жағып, көзіңіздің үстіне қабағыңызға қойып қойсаңыз болады. Айтып кеткенімдей, құрамында лизин қышқылы бар. Амин қышқылы, лизин амин қышқылы бет терісін жасартуға көмектеседі. Жалпы інжу арпадан түрлі тағамдар жасалады. Жарма, ет, құс еті, балықпен жақсы үйлеседі және сорпаларға, котлеттерге толықтырғыш ретінде кеңінен қолданылады. Одан палаудан бастап тәтті казинаққа дейін көптеген тағамдарды дайындауға болады. Осымен достар, інжу арпасы жайында өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздер қалай қолданасыздар? Мүмкін сізде ерекше рецепт бар шығар. Және де егер бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін арнамның дамуына апарар жол. Ал енді қарсы көрсеткіштер туралы айта кетейін. Ішек ауруы бар адамдарға, анығырақ айтқанда ойық жарасы бар, гастриті барларға ұсынылмайды. Себебі бұл газдың пайда болуын және іш қатуды тудыруы мүмкін. Аллергиямен ауыратындар да онымен абай болуы қажет. Себебі інжу арпаның құрамында аллергия тудыратын, сонымен қатар кальций үшін деструктивті күш болып табылатын глютен бар. Жүктілік кезінде глютен өсіп келе жатқан ұрыққа теріс әсер етуі мүмкін, сондықтан жүкті әйелдерге қолданбай-ақ қойған жөн. Бұл видео тек ақпарат ретінде жасалған, мен ешкімді мәжбүрлемеймін. Егер күмәніңіз болса, маманмен кеңескеніңіз жөн. Осымен бүгінгі видеоны тамамдаймын. Алда осындай пайдалы видеолар тағы болады. Дендеріңіз сау болып, өміріңіз қуанышқа толы болсын. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.